жаңағы шығыс 1-2-3-тің тұрғындары және де 31А 31Б-ның тұрғындарының балалары сол жерге болашақта мектепке баратын болады деп есептеп отырмыз. Неше орындық дедіңіз? 600 орындық. 600 орындыққа ол 6 микрорайонның баласы сыя ма? Сыймаса да біздің жер көлемі сол жерде бар болғаны сол 3 гектар жер, сондықтан ол жерде өзінің жаңағы нормативтік өзінің есептері бойынша тек қана 600 орындық мектептің орны сияды сол жерге. Ал 16-17 шағын аудандардың енді сол 16-17 шағын аудандардың арасында жаңадан жол ашылғанын білеміз бәрімізде. 16 шағын ауданнан шынында да мектеп пен балабақшаның орны жоқ. Бірақ дегенмен қазір сол тұрғыда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мына бір жеке кәсіпкерлердің жерін алмастырып, жаңа шағын аудандарға алмастырып, орнына сол мектеп, балабақшаның орнын қазір келіссөздер жүргізіліп жатыр. Яғни сол 16-17-ның өзінен ба, или басқа шағын ауданнан? 16-ның өзінен бөлек бір жер, сосын 17 шағын ауданнан бізде қазір 300 орындық мектептің жерін белгілеп қойдық, және бір 140 орындық балабақшаның жерін белгілеп қойдық. Себебі ол жерлерде 17-де жер бар, жаңа айтқан 300 орындық мектепке 140 орындық балабақшаға жер бар да, жеріміз бар. Ал ана 16 шағын ауданнан жаңа өзің айтқандай, сол жеке кәсіпкердің жерін алмастыруға келіссөздер жүргізіліп жатыр. Енді ол жуық арада шешіледі деп